сенің Мұхтар мол сияқты, болмайын бүгін саған сор сияқты. Нағашы жайын несін қазбаладың, емес біздер үшін дағы болды ұяқты. Қасымды ханғы бегер сайламаса, билер өзі ұстанған жол сияқты. Содан туған Кенесары ханды білсең, қазақ үшін туылған зор сияқты. Менде қайран Мұхтар-ау немередім, көңілім қазақ десе көл сияқты. Жүрек түгіл бар жаның қазақ дейтін, менде бір қазақ едім сол сияқты. Ау болды ма нағашылық аңдығаның, бұл Мұхтар неге мәнсіз салдыранын? Мұхтармын деп айтқаныңмен бір сұрақ қойып едім, мандымадың. 3 кітап оқымасан қайран Мұхтар несіне айтсам деп қалжырадың. Айтысқа келмей жатып осындайсың, білмеймін не болады арғы жағың ай. Ал бұл өзі тосылмайтын шақ екеншін, Мұхтар-ау парызыңыз дәл өтелсін. Қазақтың 3 Мұхтарын танымасаң, сен әлі балаң ауыз бал екенсің. Әуезовтің қорғансыздың күнін білмеймін қай ұлыға тәу етерсің. Бір атаның баласын жазған Мұхтар, Мағауинді ағамыз нар екеншін. Құл Мұхаммед жазған Алаш алда ардагерін, мұны да құрдас көзің және көрсін. Оп-оңай бір сұрақты таба алмасаң, сен енді қай биіктен дәметерсің. Айтпақшы, сен экономист емес бедің, сондықтан бұл сыннан да нақ өтерсің. Білімі болмаса да көсемсейтін, шенеунік бола салар жан екенсің ай. Ал Мұхтар-ау ел сенімін ұлсың ақтар, десек те бүгін әлді бір сынап қал. Жұмада бастап жауған ақ жауындай, төгейін таңдайымнан жыр шумақтар. Нөсерлеп жер айызын қандырғандай, бұл ринат болған жайды қылсын ақпар. Жақында телеарнаның барлығынан елбасы ерлік қылды ыршып аттар. Көрерменнің сұрағына жауап берді дегендей, мені де бір шынсынақ қал. Бірақ бір шалдар ауылына шақырды да, талай істер айтылды жыршымақтар. Бәрі де сылап сипап сөйлей салды, лаулай алмай қалды ғой шыншыл оттар. Қаншама звондап ем ала алмадым, телефон дегенің бір қырсық ақ дәл. Мен түгіл бүкіл Семей жете алмапты, сонан соң деді маған бір сұрақтар. Елімнің көкейінде халық қойған, әлі де қойылмаған мың сұрақ бар ай. Айтылмай қалған мың сұрақ көкірегімді кернейді. Шырылдатсам шындықты, мынау жұрт қалай сенбейді. Қазақстан бай болғанмен қызығын қазақ көрмейді. Шалқиды шала қазақтар, ал қара қазақ терлейді. Елімдегі көп кемісті елбасым қашан жөндейді. 200 мың теңге айлықты прокурор сотқа бергенше, мұғалім менен дәрігер, көп балалы ата аналар соларға неге бермейді? Байытқан менен шендіні, одан ештеңе өнбейді. Ал мұғалімдер алатын 10 мың теңге айлыққа, әкімдер киген тондардың бір түймесі де келмейді. Дәрігерлердің айлығы қайыршылардың 5 күндік табысы менен тең дейді. Осының бәрін ескермей біздің ел қайтып өрлейді. Бастық біткенге бәрібір қаншама айлық берсең де жымқырып жүріп жемжейді. Оларға тіпті бір тиын бермей қойсаң да өлмейді. Елді басқарған ағалар осыны неге көрмейді? Жандары жүдеп жабыққан тарыққандарға нарықтан неліктен көңіл бөлмейді? Ашындырмасын халықты, бір күні жұртта қой дейді. 70 жыл көнген қорлыққа, зорлыққа енді көнбейді.